Шежіреге толы нысанның бірі өңіріміздегі облыстық клиникалық аурухана. Тарихы сонау 1868 жылдан бастау алатын мекеменің даму сатысы жайында бүгінгі хабардан таныс боласыздар. Ендеше, өткен ғасырдан қалған ғимаратта қандай өзгерістер болып жатқанын бір кездеп көрейік. Жиында түнгі ауысымдағы дәрігерлер өз кезекшілігін тапсырды. Яғни үст-үстіне ағылып келіп жатқан науқастардың жай күйін жеткізді. Қашанда адам жанына жалдан арашалап, дертіне дауа тауып, әрқашан көмек қолын созуға дайын тұратын абзал жандар осындай басқосуда ортақ мәселелерді бірге шешуге тырысады. Стабильное артериальное давление поддерживается в запрессованном дозе 7-8 переливания конечности. Состояние больного внутридинамики с незначительным улучшением. По анализам сохраняется анемия первой степени, гемоглобин 108 грамм на литр. Аурухананың таңғы тыныс-тіршілігі осылай басталады. 5 минуттық бас қосу барлық жұмыстарға шолу болады. Ал абзал жандардың сағаттап сөйлеуге уақыттары да жетпейді. Себебі жағдайы күттірмес науқастар бар қарайтын. Басқа не? Қандай проблемаларың бар? Ильгашева, Физио, Қасымова, Диденко, Сафонова, лаборатория заведующий. Қабикеевна, берите, все зайдите сейчас, женщины именно. Ат аталған азаматшалар бас дәрігердің қабылдауында болды. Міндеттер жүктеліп, жауаптылар анықталды. Басқосудың мақсаты халықаралық деңгейде өткізілетін конференцияны жүйелі жоспарлап өткізу. Сондықтан да олар дайындықтың деңгейін талқылап, ой-пікірлерін ортаға салды. Мы, значит, должны определить, какие рода номинации будет, и примерно будем знать, кто за это получит, и примерно будем знать про него, мы должны какой-то сюжет снять, там показать. Пока он выходит со сцены, его озвучивает, он пока поднимается на сцену, про него должен сюжет идти. Сонда в курсе этого говорит. Именно в этом ключе сегодня сами подумайте, женщины, я почему пригласил, женщины, вы больше понимаете в этом плане. Күнделікті күйкі тіршіліктің сан түрі осында орын алады. Таң атпай науқастардың жағдайына сараптама жасалып, ине егіледі. Сондай-ақ дәрі-дәрмек те үлестіріледі. Кез келген науқастың көңіл күйіне, ем алуына аса ұқыптылықпен қарау Гиппократ антын қабылдаған ақ халатты абзал жандарға тән қасиет. Иманқұлова, апайымна ацет таблетканы азанда, обедте кешке 3 мезгіл ішесіз. Қалай ішетін өзіңіз білесіз ғой? Жылы суға, бір бокал суға біреуін салып, қазір ішіп аласыз. Тамақтың соң ішесіз. Біреуін обедте, біреуін кешке ішесіз. Жақсы ем болсын. Бүгін қалайсыз? Жағдайыңыз қалай? Терлегеннен кеш түнімен терлеп шықтым. Телефоны тура көтерілмеді, ұйқым болмады. Ұйқымыз болмады, азастығым терлеп. Өзімнің подушкаларым бәрі су болып кетті жастықтан. Давлениені көрейік. Кеше күн ыстық тұрды ма? Бүгін давлениен жақсы. Күн сайын әр бөлімше дәрігері өзі қарайтын науқастың денсаулығын сұрап, бірде дереу ота жасап, бар өнерін салып, адам жанына араша түсіп жатады. Қолынан келгенше ауру сырқаудан айығуға себепкер болған жандарға өңір тұрғындарының да айтары бар. Мен осындан ревматология бөлімшесіне 3-ші рет емделуге келіп отырмын. Ол жерде өте жақсы дәрігерлердің қарауы да, медбикелері де барлығы. Таза бөлімшенің барлығы.
медбикелер уақытында жаңа ем жасайды, уколын, дәрісін бәрін беріп қадағалап отыр. Өте жақсы, тамағы да жақсы, жатқан орнымыз да жақсы, таза, суымыз жылы, үйде бұндай условия жоқ, сөздің шынын айтқанда. Қысылғанда көмек сұрап, түн ұйқысын 4 бөліп, тыным таппай, науқас жанның шипагері болатын осы сала қызметкерлерінің еңбегі адал, қызметі қадірлі. Әрдайым басымыз ауырып, балтырымыз сыздаса, абзал жандардың көмегіне жүгінеріміз анық. Өткенге көз салып, тарих беттеріне үңілуге мүмкіндік беретін мұражай осыдан 3 жыл бұрын ашылған болатын. Ал клиниканы танып білуге арналған кітаптар мен суреттер 1,5 ғасырлық тарих жайында сыр шертеді. Күнделікті тірлігі тынымсыз, түндері ұйқысыз өтетін қызметкерлер сол кезеңнің өзінде де өз ісінің шебері болған. Сол кезде бізде ең жақсы аппараттар деген рентген аппарат болған. Рентгенологты Родион Лазаревич Кушнариевич деген кісі болған. Ол кісі асқазанның да жарасын рентгенмен көретін, ішектің де жарасын рентгенмен көретін, өкпедегі қандай дақ болса да сол бір рентген аппаратпен жақсы көреді. Енді болса да сол кездегі техниканың жетістігі сол. Мұндағы дәрігерлер осыдан 50 жыл бұрын сынап тонометрі арқылы науқастың қан қысымын өлшеген. Одан бері қаншама жыл өтті, қондырғылар заманауи құралдарға алмастырылды. Бұл музейге ашылғалы, осы музейге беріп, менде музейде келешекте жастар көріп тұрсын деп осы тонометрге қарап, біздің қалай өткен өмірлерімізге көз жүгіртеміз, өткен өмірді еске аламыз. Ал енді қазіргі жастардың көріп заманауи қазір барлық тонометрмен бүйтіп қолмен көтеріп жүрмейді. Монитор деген бар, қазір қойып қояды науқастың қасына. Жаңа өздеріңіз әдіренде көргендегідей, бізде қазір ешкім тонометрмен жүгініп жүрмейді. Бәрін аппаратқа қосып қояды, аппараттың өзі қан қысымын, пульсін, жүрек соғуын бәрін өзі аппарат көрсетіп тұрады. Бұны да біз енді қазір заманауи жетістіктердің біріне санаймыз. Ал енді мына тонометр енді бұл тарих болып осы жерде тұрады. Көнеден қалған мұндағы құрал саймандар талай жанның өмірлерін өлім аузынан арашалаған. Сондықтан да емдеу барысында қолданылған қондырғылардың барлығы да осында сақталған. Тіпті сол кездегі медициналық құрал жабдықтардың сапасы мен өзгешелігін салыстыруға да мүмкіндік бар. Бұл тарих клиниканың өткені. Мне лично очень повезло, потому что 145-летие, из них 45 лет я связана с этой больницей и прошла все этапы от того, как на гемометре соли определять или на гематологическом анализаторе, который очень показателен, очень удобен. В течение минуты выдает полностью развернутый общий анализ крови. Бұл дыбыс жай дыбыс емес, бүйректегі тасқа соғылған соққының дыбысы. Міне осы аурухананың бүгінгі тынысы. Швейцария, Германия сынды мемлекеттерден шығарылған аппараттардың бұл соңғы үлгісі. Ота жарты сағат жасалса, соққыны ауырсынбас үшін науқасқа тек бір ғана екпе егіледі екен. Әдістің артықшылықтары бұл жерде науқасқа наркоз берілмейді, іш жеріне қол тигізбейді, ешқандай инструменттер қолданбайды. Бұл ара қашықтықта бүйректің жолындағы қуықтағы тастарды майдалайды. Нұсқа бойынша емделушінің ағзасындағы 2,5 сантиметрге дейінгі тастарды майдалай алады екен қондырғы. Ал тас тығыздығы алдын ала компьютерлік томография арқылы анықталады. Несеп жолдарында өте көп кездесетін тас аурулары үшін бұл аппараттың қажеттілігі сезіліп ақ тұр. Осыдан 1 жыл бұрын әкелінген қондырғыда бүгінде 450 науқас ем алып үлгеріпті. Тас ауру өте көп. Бізде мысалға өзіміздің бөлімшеде 1 жылда 2,5 мыңдай науқас жатса, соның жаңағы бір 70% осы несептес ауруымен бүйрегінде, бүйрек жолдарында таспен жатады. Содан көруге болады, бізде жаңағы науқастардың көбісі осы несептес ауруымен жатады. Облыстық клиникалық ауруханада көптеген адам жаны аман қалды. Сан мәрте ота жасалып, миллиондаған науқастар емделіп аяғынан тік тұрды.
Бұл медицина қызметкерлерінің ұйқысыз, сансыз өткізген түндерінің арқасы. Сондай-ақ талай адамның қуанышы мен қайғысына ортақ болды. Бұл дегеніміз ақ халатты абзал жандардың еселі еңбегінің арқасы. Асқар Бақтияров елбасының болашақ бағдарламасы бойынша білім алған. Бүгінде бірінші дәрежелі нейрохирург, нейронавигация деп аталатын қондырғыны жетік меңгерген ол өте дәлдікпен қызмет атқаратын құрылғының мүмкіндіктері көп дейді. Түрлі ауруға зерттеу жүргізумен қатар науқасты емдеуге болады. Әсіресе ми ісіктерінен бөлек омыртқа жарақатынан кейінгі ауруларда ми ішіне қан құюды осы аппарат атқарады. Ал ота жасау барысында науқастың бас сүйегінің қызметін 3D модельдеу арқылы 3 кеңістікте байқауға болады. Навигация дегеніміз бұл бізге сол ісікке болсын басқа құрылымдарға мүлтіксіз, қатесіз дәл сол ісіктің өзіне барар жолымызды алдын ала жоспарлай аламыз. Баратын жолды және де сол құрылым ісікке мүлт кетпей, басқа бір сау құрылымға зиянымыз келмей, сол ісіктерді алуға мүмкіндік береді. Мұндай отаны жасағанда денеде жара тыртық қалмайды. Әрі ауруды басу үшін қолданылатын наркоз, басқа да дәрі түрлері науқасқа егілмейді. Ота жасалғаннан кейін келесі күн-ақ емделуші жүре бастайды. Бұл өз кезегінде халыққа жоғары сапалы медициналық көмек көрсетуді жақсарта түспек. Сәл жоғары. Тағы бір мақтанышпен айтатын жаңалық ортопедия травматология бөліміне де жаңа құрылғы алынды. Бұл қондырғы әсіресе қол немесе аяқ сүйектерінің сынуымен күреседі. Ота жасалғаннан кейін 10 тәулік ішінде науқас қимыл қозғалысын арттыруына болады. Сондай-ақ ірі буындардың ауыр патологияларында жасанды буындар қою да жоспарланған. Бүгінгі күнге дейін 500-ден астам науқасқа осы жасанды буын қойылыпты. Бұдан бөлек сүйектің ашық сынықтарын емдеуге тізе буын ауруларына ортоскопия қолданылуда. Осылайша жарақаттан кейін қосымша ауруларды тудырмас үшін емдеу жолдары да қарастырылыпты. Ал бөлімде жылына 100-ден астам науқасқа ота жасалса, 300-ден астамына медициналық көмек көрсетіледі. Мынау жамбастан буынның ауыр артроздары, контрактураларында науқастар өзін-өзі жүруге мүмкіншілік болмай қалған жағдайларда біз сол ірі буындарды жасанды буындарға ауыстырып жатырмыз. Дәрігерлер аз уақыт ішінде жақсы нәтижеге жетуіне мүмкіндік беретін жаңа препараттарды және емдік үлгілерін пайдаланып келеді. Соның бірі лапароскоп. Гинекология бөлімі осыдан 5 жыл бұрын қол жеткізіпті бұл аппаратқа. Осы арқылы жыныс жолдарына лапароскопиялық ота жасауға болады. Бұл әдіспен емделуші ота жасаған күні аяғынан тұрып кетеді. Бүгінгі таңда әсіресе жатырдың миомасы, бұлшық етінің ісігі, аналық безді емдеу мен аурулардың алдын алуға таптырмас құрылғы болып отыр. Әр нәрсе басталған кезде қиындықпен басталады, әрине. Бұрын істеп көрмегендіктен өзіміз үйренуге біраз қиындықтар болды. Бірақ Астанадан келіп мастер-класс өткізілді. Кейін Москвадан Попов деген профессор келді. Өзіміз де жаңағы Москва қаласына барып, квалификацияны көтеріп, үйрендік. Көз қорқады, қол істейді деген сияқты. Лабораториялық сараптамасыз науқасқа диагноз қою мүмкін емес. Кез келген ауруды анықтау үшін бұған дейін дәрігерлер микроскоп қондырғысын пайдаланып келген. Бұл қондырғы әлі күнге дейін қолданыста. Ал қазіргі таңда лаборатория заманауи құрал жабдықтармен де жабдықталған. Әп-сәтте талдау жасап, нәтижеге қол жеткізуге болады. Ауруханаға түскен науқастың сараптамасын зертхана бөлімі анықтайды. Ультрадыбыстық зерттеу, сараптамалық зерттеу, ЭКГ аппараттары арқылы науқастың дерті анықталады. Бұл өз кезегінде емделушіні қарау мерзімін айтарлықтай қысқартуға, қолданысы қымбат түсетін медициналық жабдықтарды тиімді пайдалануға, шығындарды азайтып, еңбек өнімділігін арттыруға септігін тигізеді. Халықтың қолы жете бермейтін күрделі қан сараптамалары да осында жасалады. 2010 жылдан бастап қолданысқа енген қондырғыларда иммуноферментті инфекцияға қатысты сараптамалардың барлығы алынады. Бұл гематолог мамандар үшін ең тиімді әдіс болып отыр. Этот анализатор проточной цитометрии, который определяет кластер дифференцировки, то есть CD 4, 6, 8, 22, все CD, которые нужны для лимфопролиферативных заболеваний.
Гепатолог мамандарда ескіріп тозығы жеткен аппаратты жаңасына алмастырды. Марс аппараты бауыр циррозымен ауыратын науқастардың ағзасындағы улы заттарды тазалайды. Бұл тәсіл емделушінің бауырын ауыстыруға дайындайды. Яғни трансплантацияға дейін қолданылады. Бір ғана облыстық клиниканың өзінде В гепатиті салдарынан бауырдың созылмалы циррозына шалдыққан 500-дей науқас тіркелген. Қазіргі таңда олар гепатолог дәрігердің нұсқауы бойынша ем-дом қабылдап жүр. Адам ағзасындағы улы заттар толығымен тазартылғанда ғана бауыр өз қызметін жақсы атқаратын болады. Енді гепатолог мамандардың есебінде тұратын азаматтар бауыр жетіспеушілігінен бір шама айығатын болды. Амны жасанды бауыр, бұл бауырдың қызметін атқарып, бауырдағы денедегі керек емес заттарды тазалап, бауырдың жұмысын жақсартады. Гүлзада Карибаева бауыр құрты диагнозымен ауруханаға түскен болатын. Жаны жаралы, тәні науқас адамдарға мейірбекелер мейірімін төгіпті. Ал дәрігерлер шипа беріпті. 2-3 күн аралығында денсаулығын нығайтқан науқас бар ризашылығымен алғысын айтып, ағынан жарылды. Ол эхинокок деп аталады. Қазірде көп тарап кеткен. Қазіргі технологияның жаңартылғанына қарап, менде операция жар сағат өтті. Алдындары 3-4 сағат өтетін операция жар сағатты істелді. Қазір жаңа технология. Осы облыстық поликлиникаға көкірек кеудедегі 2 қанық аурумен түстім. Келгенімде қорқып қандай болып жасап сақтап келдім. Балдарға, қыздарға рахмет. Тез арасында жар сағат ішінде жасап шығарды. Анализдердің бәрін өздері жүгіріп тапсырғызды. Ешқандай қиналтқан жоқ. Жүгіріп барлығын тез арасында алып, 3-ші күні сәрсенбі күні операцияға алып, жар сағат ішінде шығып, бүгін өз аяғымен жүріп, күліп ойнап, тамақ ішіп отырмын. Балдарға, медицина дәрігерлеріне көп рахмет. Дамыған екен техникасы, тәртіптері күшті, тазалығы күшті. Мамандардың кәсіби шеберлігінің арқасында былтырғы жылмен салыстырғанда биыл емделушілердің саны 20 мыңға артқан. Күн санап дәрігерлердің біліктілігіне деген сенімділік 3 миллион халқы бар оңтүстік тұрғындарын қабылдауға қауқарлы. Ал уақыт талабына сай жаңашылдыққа бет бұрған мамандар жаңа заман, жаңа жабдықтар, жаңа диагностикамен жұмыс істеуге машықтанған. Қазіргі жағдай бұрынғы осы 145 деп айтпай қойды, 125 жылдан алдын әлде қайда алды. И наука, и знание, и практика, и врачтарда бар жағынан квалифицирован деп ойлаймын. Көп салалы аурулардың инновациялық технологиялардың дамуындағы орны осындай атаумен өтетін халықаралық деңгейдегі ғылыми тәжірибелік конференция облыстық клиникалық аурухананың 145 жылдығына орай ұйымдастырылып отыр. Оған Әзербайжан, Өзбекстан, Қырғызстан, Польша, Ресей сынды елдерден 40-тан астам медицина ғылымдарының докторы, профессорлар қатысатын болады. Қашанда заман талабына сай техникамен жұмыс жасайтын білікті мамандар сұранысқа ие. Ал жан-жақты жаңа әдіске бейімделген мамандарды даярлау аурухананың басты міндеттерінің бірі. Осындай мақсаттарды жүзеге асыру үшін клиниканың мерейтойы қарсаңында конференция өткізу жоспарланған. Алыс жақын шетелдерден келетін мамандар өңіріміздегі ақ халаттылардың кәсіби шеберлігін арттыратын болады. Тек қана бізге қонақ ретінде келмейді, тәжірибесімен бөлісуге, қиын жасай алмайтын операцияларды жасау үшін, көрсету үшін келеді. Одан кейін тек қана біздің аурухананың дәрігерлерін емес, облыстың дәрігерлерін де шақырып жатырмыз. Олар әр секцияда өздерінің лекцияларын оқиды, тәжірибесімен бөліседі. Сапалы қызмет көрсету үшін білікті маман, сондай-ақ соңғы үлгідегі жабдық болу керек дейді аурухана басшысы. Өзара тәжірибе алмасу мақсатында әр елде мықтылығы мойындалған дақықты дәрігерлерді облысқа шақыру, сол жаққа барып білмегенде үйреніп қайту бүгінде дәстүрге айналған. Ауруханада 214 дәрігер жұмыс істесе, соның 180-і былтыр біліктілігін жетілдіріпті. Ал мамандарға қойылатын басты талап аз уақыт ішінде жақсы нәтижеге жетуге мүмкіндік беретін жаңа қондырғыларды игеру. Мұның бәрі науқастарды бұрынғыдай Алматыға, Астанаға, алыс жақын шетелдерге сабылтпай көптеген күрделі оталарды оңтүстіктің өзінде-ақ жүзеге асыруға оң септігін тигізбек. Ал аурухананың ертеңгі жайын жүйелі жоспарлаған бас дәрігер алда атқарар жұмыстарымен бөлісті. Біздің аурухананың ары қарата беделін үстем қыла берсек деген ойымыз бар. Мынау бұрынғы жасалмай жатқан оталарды ары қарай көбейтсек пе деген ойларымыз бар. Мынау қазіргі инсульт центрін аштық, инсульт центрін ары қарай дамытсақ па деген ойымыз бар. Нейрохирургия бөлімшесін,
мынау нейрохирургия бөлімшесінде тек қана жаңағы өзіміздің жарақат алған аурулардан бөлек ісік ауруымен ауырған ауруларды ота жасасақ па деген ойларымыз бар. Аурухана ауласы жасыл желек ортасына айналған бүгінде. Бір сәтке тынығып, демалуға толығымен жағдай жасалған. Ал салқын самалда су бұрқақтың саясынан табасыз. Айналаның көлге көмкерілген көрінісі рухани байлық сыйласа, таза ауа науқастардың тез сауығып кетуіне айтарлықтай ықпал етуде. Адамның денсаулығы қоғам байлығы екенін ескерсек, барлық қоғамды дерттен айықтыру абзал жандардың әрқашанда алақанында. Әр жылдың қиыншылығы болды, әр басшының жеңісі, жетістігі болды. Әр қызметкердің де өзіндік алар асуы болды. 145 жыл ішінде бір-ақ нәрсе өзгермеді. Ол тәуелсіз қазақ елінің азаматтарының денсаулығын сақтау.